Көктем табиғаттың түрленетін тамаша мезгілі. Қыстан аман шықтық, көктем келді деп шаттанғанымызбен ағзамызда орын алатын кей өзгерістер қуанышымызды су сепкендей басатыны бар. Жұмысқа деген қабілетіміз төмендеп, енжарлық пайда болады. Ұйқымыз келіп, тез шаршаймыз. Әр көктем сайын бұлай қайталанудың сыры біздің иммунды жүйеміз жұқарып, ағзадағы дәрумен қорының азаюында. Көктем келісімен әйелдер дәрумен тапшылығына жиі ұшырайды. Көбіміз қыстың суығында үйде отырып, кеңседен көп шықпай аз қимылдаймыз. Жер қараяқ қимыл қозғалысымызды үдететініміз бар. Осындай шапшаңдықтардың салдарынан әлсіздікке ұрынамыз. Көктемгі шаршау авитаминозға байланысты болады. Бұл маусымдағы жемістер мен көкөністер құрамындағы барлық пайдалы дәрумендер мен қосылыстар бұзылады. Тіпті зияндылары да пайда болады. Сондықтан қыстан қалған алма мен сәбіз авитаминозбен күресе алмайды. Яғни көктемде адам ағзасында дәрумендердің жетіспеуі қатты байқалады. Оның түрлі себептері бар. Біріншіден, дәрумендер ағзаға жеткіліксіз мөлшерде түссе, екіншіден, ас қорыту жүйесінің ауруларынан дәрумендер ағзаға сіңбейді. Егер осы кезде ағзадағы дәрумендер қорын толтырып отырмаса, эндокринді жүйенің жұмысы нашарлап, созылмалы аурулардың өршу қаупі артады. Бұған қоса ауа райының өзгеруі де адамның көңіл-күйіне әсерін тигізеді. Осы кезде онсыз да жұқарып тұрған иммундық жүйеміз бірден әлсірейді. Адамдардың көпшілігінің қан қысымы төмендеп бас ауырады. Дәрумен жетіспеген кезде бас айналып ұйқышылдық басады. Адам әлсіреп, жұмысқа қабілеті төмендеп, дел-сал күй кешеді. Тез шаршайды. Жүйке жүйесі жұқарып, болмашыға бола ашу шақырады. Кейде қан қысымы төмендейді. Дене салмағы азайып, шаш жиі түсіп, көздің көру мүмкіндігі нашарлайды. Тіпті тырнақтардың реңі де өзгеріп, қаншалықты күтіммен қарасан да қалпына келмейді. Осы кезде әсіресе ер адамдарға қарағанда әйелдер дәрумен тапшылығына жиі ұшырайды. Сізге қандай дәрумендер жетіспейтінін білгіңіз келсе, осы әдісті қолданып көріңіз. Екі алақаныңызды жоғары қаратып созыңыз. Сосын екі қолыңыздағы 4 саусақтың 2 буынын бір мезгілде жұмып, саусақ ұштарын алақаныңызға тигізіңіз. Саусақтар мен алақан арасындағы буынды бүкпеңіз. Егер осы жаттығуды ойдағыдай жасай алмасаңыз, сізде B6 дәрумені тапшы. Егер кез келген жеріңізді соғып, көгертіп алып, ол көпке дейін қалыпқа келмесе, сізде С дәрумені жетіспейді. Ал егер ұйқысыздық мазаласа, оның себебі Б тобы дәрумендерінің, калийдің, кальцийдің жетіспеушілігінен болады. Сонымен әлсіздіктен қалай құтыламыз? Ең алдымен салауатты өмір салтын ұстанып, жүйелі тамақтануы керек. Мүмкіндігінше табиғи тағамдарды пайдаланған абзал. Оның ішінде ұлттық тағамдарды, шұбат, қымыз ішіп тұрса, иммунитет күшейеді. Ағзасында кальций жетіспейтін адамдар тары жегені дұрыс. Ересек адам күніне 1 литрге дейін табиғи сүт ішсе, дәрумен тапшылығын сезінбейді. Бұған қоса ас мәзірінде көкөністерді пайдалану қажет. Ал бұлшық еттердің жыныс бездерінің қызметін жақсарту үшін қажетті Е дәрумені фундук, қара нан, зәйтүн майы, жаңғақ, бұршақ, малдың бауыры, жұмыртқа, сүтте көп кездеседі. Лимон шіру процесіне қарсы шипа. Тәннен уытты заттарды лимонмен шығарады. Лимонмен шай ішкен адамның қан жүрісі реттеледі, қан қысымының көтерілуі бәсеңдейді, жүйкесі бір қалыпты болады. Сонымен қоса, банан денсаулыққа өте пайдалы, көп ауруға шипа, қан қысымын реттейді, инсультке шалдығудың алдын алады. Асқазан жарасына да ем. Анар құрамындағы С дәрумені ағзаны сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс инфекциялық аурулардың алдын алады. Дайын астың сәнін кіргізетін аскөк минералды заттар мен дәрумендерге толы. Үш кебуден сақтап асқазан жұмысын жақсартады. Аскөк емізетін аналарға өте пайдалы. Ол сүт мөлшерін ұлғайтады. Аскөкті суға 10-15 минут қайнатып, суыған соң тұндырып алу керек. Күніне 3-6 рет бір ас қасықтан тамақ алдында ішіп тұрса, өт жолдары ауруларынан арылуға болады. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Деніңіз сау болса, оны сақтау керек. Егер сырқат болса, сауықтыру қажет. Тәтті тағам емес, денсаулыққа пайдалы тағам тәтті. Менімен болғандарыңызға рахмет.